Қайырлы күн балалар, бүгін сендер жалқы және жалпы есімді жалғастыратын боласыңдар. Осы сабақта жалқы есім мен жалпы есім туралы қорытынды жасайсыңдар және тірек сөздерді пайдаланып сөйлем мәтінін құрастырып жазатын боласыңдар. Алдымен зат есімнің жалқы және жалпы болып екіге бөлінетінін еске түсіріңдер. Сосын жалқы есім деген не, жалпы есім деген не еске түсіріп көрейік. Кісінің аты жөні, жер су аттары, жан-жануарларға қойылған атаулар жалқы есім деп аталады. Олар бас әріппен жазылады. Ал жалқы есімдерден басқа зат есімдерінің барлығы жалпы есім деп аталады. Жалпы есімдер кіші әріппен жазылатын болады. 36-шы жаттығуға назар аударайық. Сурет бойынша әңгіме құрап көрейік. Берілген суреттер бойынша алдар көсе туралы әңгімелеп көріңдер. Бірінші суретте алдар көсе өзінің қойын, жүгін есегіне артып келе жатыр, ол туралы айтып көріңдер. Сосын әрі қарай не болды? Ол заттарын жоғалтып алды, оның заттарын кімдер ұрлап кетті? Сосын әрі қарай не болғанын үшінші суреттен болжап көріңдер және әңгімелеп айтып көріңдер. Сосын ол өзінің жүктерін қалай қайтарып алды? Ұрылардан қалай қайтарып алды? Ал ұрыларға не болды? Сол туралы әңгімелеп, ауызша айтып, мұғалімдеріңе жіберетін боласыңдар. Осы әңгімеде алдар көсе деген сөз жалқы есім екенін дәлелдеңдер. Неге ол бас әріппен жазылып тұр? Алдар көсе сөзі не үшін жалқы есімге жатады? 37-ші жаттығуда сол алдар көсені сипаттап жазатын боламыз. Сипаттау үшін біз кедей, тапқыр, ақылды, қу деген сөздерді пайдаланамыз. Тірек сөздер арқылы алдар көсені сипаттап жазатын боламыз. Алдымен алдар көсе деген кім? Мен сендерге алдар көсе туралы жалпы мәлімет айтып өтейін. Алдар көсе қазақ ауыз әдебиетінің кейіпкері, ақылды айлакердің, зерделі қудың жиынтық бейнесі. Алдар көсе өзінің асқан айлакерлігі арқылы мұратына жетіп отырады. Оның мақсаты сараң байды, пайдакүнем саудагерді, озбыр ханды әжуа ету. Әжуа деген қалжыңдап елге таныстыру, мазақ етуі. Ал енді сендер алдар көсе туралы өздерің сипаттап жазып көріңдер. Сосын сергіту сәтін жасайтын боламыз. Ол үшін біз сілтемелер арқылы жалпы және жалқы есімдерді топтастыру үшін сілтемелер арқылы ойындарға өтетін боламыз. Қазір біз осы ойындарды ойнап көрейік. Алдымен бірінші ойын. Астана сөзі жалқы ма, жалпы ма? Өздерің осы сілтемені алып, мұғалімдерінен алып, жалпы жалқы есім екенін дәлелдеңдер. Сосын екінші ойын. Топтастыру. Сөзді оқимыз. Жалқы есім болса жалқы есімге, жалпы болса жалпы есімге апарып, мына жерде белгілейтін боламыз. Бұл ойын сендерге өте қызықты болады деген ойдамын. Әрі қарай біз 39-шы жаттығуда қорытынды жасайтын боламыз. Сызбаға қарап, жалпы және жалқы есім туралы өзіміз білетін ережелерді пайдаланамыз. Мысалы, Қобланды, Алпамыс, Ертарғын деген батырлардың аттары. Біз сол батырлардың барлығын жинап, жалпылап батыр деп айтамыз. Сонда жалпылама есім кіші әріппен, ал олардың жеке-жеке атаулары бас әріппен жазылатын болады. Ал Тайбұрыл, Байшұбар, Құлагер деген атаулар жануарларға, жылқыға берілген атаулар. Біз жылқының атауларын жалпылама тұлпар деймізде кіші әріппен жазамыз. Ал олардың жеке-жеке атауын үлкен әріптермен жазатын боламыз. Әрі қарай сендер менің қалам немесе менің ауылым деген тақырыпқа жер су аттарын қатыстырып, яғни жалқы есімдерді қатыстырып, шағын әңгіме жазып көріңдер. Сосын әңгімелеріңді мұғалімге жібере қойыңдар. Біз осы сабақты қорытындылау үшін тағы да ойын ойнайтын боламыз. Кісінің аты жөні, жер су аттары, жан-жануарларға қойылған атауларды не деп атаймыз? Өздерің белгілеңдер, ойын жіберілетін болады. Жалқы есімдерден басқа зат есімдерді не деп атаймыз? Алматы сөзі жалқы есім бе, жалпы есім бе? Ауыл деген сөзі, кітап, Мәриям,
Әнуар Боранбаев, немере, мектеп, Амангелді Иманов сөздері. Жалпы есімге жата ма, әлде жалпы есімге жата ма, оны сендер өздерің жасап мұғалімге жіберетін боласыңдар. Балалар, сендер осы сабақта жалқы және жалпы есім туралы қорытынды жасадыңдар. Тірек сөздер мен тақырыпты пайдаланып мәтін құрадыңдар. Ал сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылыққызы. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.